Biz qandaymiz? Jana cho'g'an qandaymiz? Aqlsiz bizdan qilamiz. Biz bilimli bo'lamiz. Sizlarga men o'tib so'hbat aktivitesini o'tdiga rapsliq kechalik so'hbat aktivitesini o'tkazdik. Bilingizmi, tushundimmi ya? Yaxshi o'qidim, tushundim. Demak, bu sizlar tushunganlarni tekshiriga o'qib topshirmani o'rganganlarni ko'ring. Sınavda javob beramiz. Akasi men balasi qayda ketyapti? Kelesi sırada olayım. Bala kalay karayı sürdü. Akmarda karayı sürdü mü? Karayı sürdü. Kelesi. Bu karnı, bala karnı gitti dayı. Ayağı koyun, doğrular. Kamaşa. Kelesi. Kayda yolda bala adamlar жүрген жолмен не жасалыпты? Жол жасалған екен. Адамдардың жүрген, жаяу жүрген жолын сіздердің үстін басқа сағаны не айтады екенбіз? Сол ағаш деп айтады екенбіз балалар. Жасма? Тамаша. Келесі, әкесі балаға қарады, қалай қарады? Неге сүйсіне қарады? Енді ол баласы жол жасап берді. Тамаша, өйткені баласы жол жасады. Жаттасың ба ережелер? Дегенде дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстарды жаттаймыз. Бала қазақ тілінде неше дыбыс бар? Қаншаға бөлінеді дыбыстар? Дауыссыз және дауыссыз дыбыстар деп? Екіге бөлінеді екен. Тамаша, өте жақсы. Демек сендер дауыссыз дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды жаттап келдіңдер ғой? Олай болса, сендер қазір осы дауысты дыбыстарды қалай жаттағандарыңды тексерейін, иә? Ол үшін қазір сендерге мына суреті бар. Қима қағаздарды таратам. Кімнің қолындағы суреті қандай әріптен басталады және олар қай дыбысқа жатады және соны апарып дауыссыз істейміз, апарып жапсырамыз. Оған келу үшін мына жерден жүреміз. Мысалы, қолында дауысты дыбыс болса, дауысты әріптермен істейміз, жүр парт жазырамыз, иә? Дауысты сөзімізді дауысты дыбыстармен. Ал, саған, және саған. Ал, кім дайын дейді ал? Тамаша, бірден бастайын. Нұрайли бастасын ал. Тамаша, Нұрайли қолда қандай сурет? Көрсетші. Өшіргіш, қандай дыбыс? Дауысты дыбысына келе қолда. Дауысты дыбыстардың тұсымен жүреміз. Сізбенен. Тамаша. Дауысты дыбыстарға барып қайтыламыз. Әлі дауысты дыбыстарға. Тамаша, жақсырақ оқып беріңдер. Өте жақсы. Тағы кім дайын? Нұрайли, тамаша. Заттап келген екен, е? Тамаша, Нұрайли, тамаша дейміз. Шарапат келеді. Шарапат, сенде қандай сурет? Көрсетші ма? Не ол? Көбелек, қандай дұрыс? Дауыстап айтамыз балалар, дауыстап естімей қалады. К, дауыссыз дыбыс. Тез басамыз. Тез басамыз. Тамаша, жақсырақ ой. Дұрыс жапсырып жатыр ма балалар? Өте жақсы. Онда шарапатқа да тамаша дейміз, е? Бақтай, сенде айтып
Дауысты дыбыстарды жүрек. Тамаша. Тамаша. Өте жақсы. Тамаша, өте жақсы. Дұрыс қайталанып, иә? Одан. Ал айтып беріңіз. Сенің қолыңда не бар еді? И қандай дыбыс? Дауысты дыбыс келеді. Тез жүрек. Тез. Дауысты дыбыстар келеді. Тез жүрек. Al kelisi ayvarlarga tomosha qiling, ayvarlarga tomosha qiling. Al, ayvarlar ishni. Keling, ko'rtingchi. Дауысыз дыбысты дыбыстарды ал енді жүзіп келе ғой. Сенде не бар жүзіп көрсет? Түйе. Дауысым шығайшы бұл? Қандай дыбыс? Дауысыз. Неге дауысызды білемісіз? Тағы кім қалды? Ақниет келе ғой. Ақниет. Сенде не бар Ақниет? Тез келеміз. Ақниет, сенде не бар? Қоян. Қандай дауыстан басталады? Тамаша, бастайды. Жүре ғой. Өте жақсы балалар, сіздер дауысты және дауысыз дыбыстарды ажыратып, жаттап алыпсыз, иә? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі бүгін ой қозғалу бірінші бастайды, иә? Балалар, енді бері қараңдаршы. Мен сіздерге сұрақ қойып, жауабын айтамын, иә? Қысқа ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Қар. Көрейік бар. Ары қарай, кесе шыны пияла, оларсыз шай құяма. Қасықсыз тамақ жемейді, бәрінің ақылы не дейді? Өте жақсы. Уақытты өлшеп санап, таппайды бір сағат. Сағат. Бәрекелді балалар. Қандай сөз шықты? Қыз деген сөз шықты балалар. Қандай сөз деді? Өте жақсы. Неге балалар қарындаштерде екеуі көкпек және біреуі қызылмен белгілеп тұрған? Дұрыс. Қайсы дауыстысы? С. Ал қалғандай дыбыс? Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Тамаша. Себебі сондықтан біз оны немен қызылмен белгілеп етеміз. Балалар енді қараңдар. Тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Иә? Осы бетті ашайыншы қане. Кітабыңызды ашайыншы мысалы. Дәптерден жәндерді қойып қойды. Атау отырады. Міне. Дауысты дыбыстар қыз мәтінін қазір оқитын боламыз. Қыз мәтіні. Міне, аштық па? Тамаша, ұлыққа қарайды балалар. Қыз мәтінінде не кәрісіндегі көрсеткен видео. Соны тыңдайық мұқият. Біздің оқу мақсатымыз балалар. Оқу түрлерін болдап, тұтас оқуымыз. Оны біз білеміз. Және дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратамыз. Солай ма? Ажырата аламыз. Олай болса кетті. Мынау біздің бір жақтық Дулатын атамыздың қыз әңгімесі. Қане тыңдайық, мұқият тыңдаймыз.
Hozir o'zini o'zingiz o'qib javob berib bo'ladi. Tushundingizmi? Өзенді көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бақыл қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады. Жылы киім киеді. Әдетте мұндағы болады атамызды оқып, мәнерлеп сіздерге түсіндіріп береді. Енді қараңдар, осы мәтінде жаңа айтты. Қысты күні жерді қалың қар басады, құстарды да көрмейсің. Қояндар да күндіз үстіне шығып не істейді? Жаңағы жұмсақ шөптерді ғана кеміріп жеп жүреді. Осы түсінде онда бұрын бала сабақта кемде мынандай бақытсыз деген сөз болды ма? Бақытсыз деген сөз қалайша мәтінде? Как дед мамы? Мен просто бақытсыз деген қайсыз асылды. Бақытсыз деген сөзді просто мамы тапайды. Бізге түсініксіз, тамаша, дұрыс. Бақытсыз деген балалар тұрады. Бақытсыз деген балалар мынандай мағына береді екен. Жайсыз, қолайсыз деген мағына. Уже неге бақытсыз деп жаңа? Қысты күні үй хайуанаттарында бақытсыз деген оларға неге? Жайсыз, қолайсыз. Солай емес пе, иә? Қысты күні үй хайуанаттарында далаға неге шығып жайылу үшін оларға жердің бәрін қар басқан, иә? Қырау басқан, мұз басқан, олардың шөптерін тауып, шөптерін де қиын, әр жерде су кететін, ол судың бәрі мұз болмаған, иә? Солай өзен қандай өзгесі болады? Қыста, орманда, өзенде, көлде қандай өзгесі болады? Тамаша, мұз басады екен, иә? Жақсы, жарайсың. Демек, мұз басып жатыр екен далада. Одан кейін, оның себебі неге деп ойлайсыңдар? Күннің суы, қардың жауы не істейді екен? Өзен көлдердің бетін мұз басады екен. Тамаша. Келесі үшінші сұрақ. Басқа адамдар туралы не білесің? Ой, аңдар туралы. Аңдар не істейді? Босып, тақыспай өтпейтін аңызбен не болады? Өте жақсы, жарайсыңдар. Нұрғайған дұрыс айтты, ақыл өз. Тамаша. Енді балалар, кітабымызды ашамыз. Кітаптарымызды ашамыз. Сөйтіп 13-ші беттегі қыс мәтінін оқимыз өзіміз. Я қыс мәтінін оқимыз. Бастап оқып көрсіңіз. Даусыңыз шығарды бәдемді оқиды. Өзенді күйге, ұшақты, қалың қардан, шөптен, басы, шөптің,
Құриды. Құриды орман ішіне қосқардың Ары қарай кім оқиды? Жүзім жалғастыршы. Қоян күндіз жасырмады, түнде ғана ағаштарды кеміріп жүр. Қыста күні үй хайуанаттарына да бақсыз енелері жылы тұрағына шөп салып бағып қағады. Тамаша. Асылмай жалғастыршы. Кім жазған екен балалар? Қанасы қойыншы кім жазды? Міржақып Дулатов атамыз жазған екен. Тамаша. Сөйтемізді дәптердегі тапсырманы дұрыс жазамыз. Оғарқаш екінші атты не деп тұр? Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жазамыз. Мына жерде қандай сөз болуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар, дұрыс болады. Дұрыс орнына келді, дұрыс болды ма? Тамаша, келесі қандай сөз? Күндіз. Өте жақсы айтыңдар. Күндіз. Дұрыс болды ма сөз? Тамаша. Мына жерде ше? Ал енді бұл жерде осы екеуін қалдырайық. Қазір дәптерге мынаны жазамыз да, мынаны және мынаны өзіміз табайық, иә? Оқып тексереміз. Кімдікі дұрыс тапты, иә? Тамаша. Онда дәптердің өзін басайық. Кітаптағы күндіз деп жазшы, қытадағы күнгі, сосын қыс ана екінші үшінші кім өзі табады екен көрейін, иә?
ya kішкене қолымызды денемізді шылықтырып алайық. Қане? Боран соғар оң жақтан, соғар сол жақтан. Қар лақтырып ойнаса. Су болады қолғанда. Тамаша. Олай болса, қолымыздағы қарманымызды ашып бірінші болады. Қолымызда бір қартызбен қаламыз, ашып қараймыз. Е дыбысы О дыбысы шықты. Кәні бетін баш-баш көрсетейінші қандай қандай дыбыстар шықты. Ал қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. О дауысты дыбыс. Жырғады? Тамаша. Дауысты дыбыс. Жүрсен сенемді? Дауысты. Дауысты дыбыс. Кімде дауысты дыбыстар? Бұған жақарай шығарайды. Так, кәміз бәрі қойымыз. Не ешқандай не кім дауысты дыбыстар? Мен дауысты дыбыстар қолдан көрейінші? Дауысты дыбыстар. Көйме дауысты. Дауысты дыбыстар қолымыз көтереміз. Дауысты дыбыстар. Жағы жиналамыз, дауысты дыбыстар кемаламыз. Сен дауысты дыбыстар сен яғайсың. Тамаша бала. О, дауысты дыбыстар. Және дауысты дыбыстар, я? Тамаша, демек біз дауысты және дауысты дыбыстарды екіге бөліп алдық, я? Олай болса, біз екі топ болдық. Ал балаға біздерге топ жұмыс беріп, соны бірге ортаймыз. Топпен ортаймыз. Түсініп ма? Топты жұмыс. Бірінші топтың тапсырмасы және екінші топтың тапсырмасы. Екі топқа тапсырма беріледі балалар. Дауыстылар тобына мынандай тапсырма беріледі. Сендер келіп бәрі бірге ортасаңыз болады балалар. Тәні? Мынаны білеміз. Неште қандай сөздер болады? Желтоқсан деген сөздер. Демек менде желтоқсан деген әріптер бар. Ж қандай дыбыс? Дауыссыз болса дауыссыз қалмайды. Мына барамыз дауыссызға барамыз. Тағына барамыз. Тағына барамыз. Келесі. Мынаны сәйкестендіреміз. Келер қыздар яқа топпен. Сендер қолдардан яқа топпен жұмыс істеп жүрген. Таста қолына. Мынаны теріс бұзым яқа деп. Мына жерден білеміз. Орман елені көре алмайсың. Қоянды ма, құстарды ма, адамды көре алмайсың ба? Жаңа оқыған мәтін туралы. Орман ішінен нелерді көре алмайсың деді? Қайсы құстарды тәптен сүретін шүйінен тап? Ой, тамаша, бәрекелді. Бірінші топ тапсырманы өте тамаша айтады. Өте жақсы, бірінші топ орындадыңыз. Келесі, түнде ғана жас ағаштарды теміріп жүреді. Не ол? Енді балалар, тамаша, өзіміздің әрқайсы өзіміздің сапарымызды, мерекелі өзімізді, білімімізді тексердік, я? Сонда бұл жерде қай сөздерге дауыс? Дұрыс екен, я? Дауыссыздаршы? Тамаша, өте жақсы балалар. Келесі тапсырма жұптық жұмыс болады балалар. Жұптық жұмыс деген екеуі ана бір тапсырма құрайды. Екеуі отырып, бірге ақылдасып отырып орындаймыз, я? Тәні ручканы аламыз, қолымызға. Қолдарына ручканы алыңдар, қане қараңдар, мынандай сұрақ. Сендерге көмектесе беремін. Балаларға жерді қараңдар. Бір дегеніміз ненің суреті? Бір нені тұр? Қоян. Демек
ой, 양ды жазасыз. Нарезе жазасыз. Нарезе жазасыздар ма? Көптеп оқысыңдар шыбын деп. Тамаша, өте жақсы біласыз. Қоян. Таптың ба? Шоша. Екінің үстіне бастап жазасыз. Шоша. Бұл жерде жазамыз. Шоша. Демек, үш дегенге не жазамыз? Тамаша, екеуі кезек-кезек жазып, бірдей жасап отырсыз. Буква Тамаша, жүзікпен астынан өте тамаша. Бірінші жүзікпенен екеуі бір кестере, тамаша отырады. Одан кейін болғандар тезер. Тамаша, бүгін қандай тақырыппен танысыңдар? Бүгін қандай тақырып танысыңдар өттіңіз жаңа? Жоқ, қандай тақырып өттіңіз? Қыз. Қыз кездегі қыз мезгілдегі. Енді қызда қандай мезгілдегі қыз қандай мезгіл болады? Шишасы өтірді, қандай мезгіл? Суық мезгіл. Дұрыстан нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай? Дауысты дыбыстар қалай айтқылайсыздар? Абайшы. Тамаша. Яғни дауысты дыбыстар да қанша? Дауысты дыбыстар. Ба. Тамаша, иә? Өте жақсы. Мысалы, ұнады ма, ұнамады ма? Сабақ өте жақсы ұнады десем де, мына жақсыны басамын, демек жақсы деген өте ұнады маған. Бұл сабақты түсіндім дегенді басасыңдар да, ең басасыңдар деп. Ал деген сабақ ұнады, бірақ кішкене түсінбей қалдым, кішкене маған сабақ онша дұрыс болмады десем, онда мына сарпы басамыз болады. Сабақ бөлім ұнаған жоқ, маған неғат мен дым түспен салса дегенде не жасасыңдар? Қызылды басамыз, иә? Ал кіммен келеді? Al, келеді. Қосамыз. Бір оқушыға ұнады, келесі кімге ұнады? Тамаша. Үшінші кім? Келе қойға. Келе қойға. Тез. Сабақты бағалап кетейік.
Ағамыз балалар, бұл кісінің жаңа қандай өлең әңгімесін оқыдық біз? Қыз әңгімесін оқыдық, дауыс айтыңдаршы. Қыз әңгімесін оқыдық. Ол енді сендердің бұл сабақты біз көргендерді түсінбегендеріне қарап, енді қазір қараңдаршы. Сендерге өзінің сөзі бар еді. Жарайсың. Бүгін сен сабақты өте жақсы түсіндің. Түсініп оқыған бала ертең елге қызмет ететін азамат. Süper. Tamamша болса. Жақсы болды. Енді баланың қолында белгілерін, жағдайларын бар ма? Өте тамаша, өте жақсы. Бұл сабақта өте жалпы мен бұл баланың керемет, тамаша бағаланып жатыр. Жақсы, өте жақсы. Тамаша сабақта өте керемет, белгілі сабақтарға түсіп, ары-бері тамаша айтып Ариана тамаша ақпарат сабаққа және Радиде жақсы аңызды жарайсыңдар балалар, иә? Енді балалар, үйге балалар, мына қыз әңгімесін оқып жақсылап, осының түсінігін айтып келеміз. Және мынаны үйде не істейміз? Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сыртқа шығып демалады.